ошо казак кыргыз катаган, баарыбыз бир атадан, куткардыбы Кудайым, Кытай калмак чатадан. Атабыздын сөзү бар, Өзүбектин өзү бар, карыганда бир перзент, Байжакып бала көрбөптүр, ат коюучу кези бар. Ошо кыпчактардын бай жигит, кыргыздардан элеман, анжиянды курт качал, аргындан кара кожо бар, нойгуттардын ак балта, ногойлордон эштек бар, түрк уулунан Абдылда, Өзбектен Дамбылда, өзлөрү олтурду, катагандан Мунарбай, Каркалтын дилде Сарпаги, Аксакалдан Алтын ки, Кара сакал Кермурут, калгандарга бир тон, үз сарпайы чыгарды, үлкөндөргө ыйгарды, кийген тону жарашты. Ошондо бирин бир караштың, Байжакып баланы алыптыр, этегине салыптыр, эрчи басып чыйрыды, эки кымкап алыптыр, элүүдүлдө кызыл пул, колуна кармап салыптыр, ат коюңар деп айтып, ак сакал Жакып кеп айтып, ошо көптүн келди кашына, ат асмандан дечү эле, жакшы ат коёр бекен деп, көзүн салып Байжакып, аяк менен башына, олтурган эрлер дегдеди, оозуна бир ат келбеди, ат коёр албай алдырап, акылмандын баарысы, карап турду жалдырап, ат күлөлүү дубана, асасы колдо шалдырап, кайдан келди жан билбейт, пайда болду дубана байкап көрдү буларга. Сонундан тонду кийипсиз, чогулуп баарын кирипсиз, бармы мында жумушуң, баарыңы бирдей сабыркап, кандай токтоп турушуң, айтың арчың угайын, ошоңа балы сизден сурайын. Дубана жооп сурады, бердикке берди жообун, ат коюп берсең балага, алар элең дубанам, бу адамдардын сообуна, бабасы Бабырхан деди, Жакып деген бу киши, баласыз жүргөн жан деди, жерге сыйбайт малы көп, коюп берсең бир жакшат, ошо кубангандай асман көк, жеткен 50 жашы деп, жеке перзент ушу деп, ат кое албай көпчүлүк, камалып турган тушу деп, бердикке сүйлөп салганы. Ошондо берген болсоң уруксат, мен коеюн атын деп, дубана сүйлөп калганы, ат коюңуз акыр деп, адамдын баары чу этти. Аты болсун манас деп, алда Таала сактасын, арбаладан калас деп, бата кылды барысы, жашы менен карысы, аты жакшы болду деп, айтканда көңүлү толду деп, ата энеси кубанды, алып турган энеси, алтындан кымкап буларды, жая салды дубана, алдым дагы бердим деп. Эң алиги көргөн дубана кайта берди буларга, катагандын урматпый, карыясы алганы, Кашкардын калмат акынга, тондун бири калганы, кабар алушу сөзүнөн, те карап турган дубана, ошондо кайып болду көзүнөн. Ошоң ат коюлуп той тарап, жер-жерине кеткени, арадан 7 жыл өтүп, 8ге манат жеткени, 8 жылдын биягы, балада болсо башында, быйыл 8 жашында, пендеден башка сыягы, эркелетип энеси, аркалап жүрдү атасы, аркалабай не кылсын. Аркада жалгыз ботосу, ар мүчөсүн караса, адамдан башка жотосу, кээ бир күнү караса, кебезде белин буунат, керели кечке жуунат, кете берет кээ күнү, билгенин кылып турбастан, жүрүп кетет кээ бирде, бир айда колун жуубастан, арам алдын түк билбейт, ар бир түрдүү иш кылат, ак инисин көз килбейт, болуп турат кээ күнү, байлоодо буудан мингендей, басып жүрөт кээ күнү, байлатпаган жиндидей, улук мазар дегенди, кыйгатып ойногон, кыялына келгенин, кылбай асты койбогон, балдарды көрсө жыйыптыр, мазарды көрсө кыйыптыр, Байжакыптын булуулу бир балекет кылат деп, калай кушак кылыптыр. Дубана көрсөң уруптур,
эң асасын тартып алыптыр, азакка бөөдө салыптыр. Андайын көргөн эл журту акыр бир бала кылат деп айымдашып калыптыр. Кожону көрсө коркутат, бир саба догумузду ошо колуна берсе бир жутат. Акылы кетип аз болбойт, жарым челек аракты жалгыз ичсе мас болбойт. Доргону көрсө токмоктойт, жамбы тийсе колуна чака кулча токтотпойт. Баркын билбейт дүйнөнүн Бай Жакып байкап күйгөнү. Баары сөзүн Бай Жакып байбичеге сүйлөдү. О, аңдасам балам акыл аз, жөнүн таппай төөлөт бас. Тил азар деймин динге кас, амал азабын балага бир тарттырып көрөлү. Жайлоодогу койчуга алтай малай берели, эркелетти олтурбай катыктырып көрөлү. Сөз айтууга жатыксын, сөөгү ышып катыксын. Малдын баркын билгизип, малай кылып киргизип, дүнүйө баркын билгизип, түп капарып киргизип, ошпур деген койчу бар. Оңдоп койсун ошолор, ала кылды Бай Жакып, байбичеге айтып салганы. Макул экен бул сөздү байбиче кабыл алганы. Чакырды Жакып баланы, Бай Жакыптын балага, албак туруу талабы. Карыгамын атаң деп, кагылайын ботом деп, жылкы төө малым бар, карып калдым малта бар. Эми кайда менин алым бар, араң 100 коюм бар. Ошпур деген бир бай бар, алтай баксаң козусун, коюбузга кошумча кой көрөр деген оюм бар. Балаң Жакып мен деди, балам малта бар кезиң сен деди. Бары Ошпур козусун, аз күнү багып бер деди. Жооп берди баласы, жоргу бөлөк манасы. Ошпур кайда бай деди. Баласы жок малу көп, ал кургургандай жан деди. Эң ачка калып койбосо, жеткирип мени сал деди. Бай бекем малым ол деди, мунун арасы канча жол дедиң. Анда Жакып кеп айтат, арасы күндүк деп айтат. Кой берүүчү бай болсо, анда не үчүн качайын, жеңениме май болсо, орун төшөк жай болсо, чоң эмеспин баламын, жолуңдун атаң алайын, токтобоймун барамын. Байкуш болур ниетим жок, мал табууга барамын. Мени коюп атеке, өз алыңды карагын. Бармакка бала кубанды, Бай Жакып келип токуду. Кула чабдар кунанды, ээрчитип Жакып алганы, эрмек кылып баланы. Өз койчусуң Ошпурдун короосуна барганы. Барсың Ошпур бай деди, жатырсың жай деди. Ошпур бай күттүң далайды, эң алып келдим мен сага, ошо козу багар малайдың. Ошпур үйдөн чыкканы, Жакыптын сөзүн укканы. Түшүңүз үчүн аттан деп чылбырынан тутканы. Аттан түшүп Бай Жакып акылдашты жайма жай. Ал айылда бар экен атасы кыргыз Кодобай. Анын бардыр бир уулу, баласынын аты Чегебай. Манас менен Чегебай козу баксын жайма жай. Бай Жакып айттың ушуну, баксын деди козунун Ошпур менен кадоого. Баланы багып кароого. Кээде ач болсоң, кээде ток, кебие тийсе урдасың. Катыксын деп баламды аган Жакыптын талабы. Жашырып айтып Жакып бай кайт үйүнө жайма жай. Кайтып Жакып кеткенин, Манастын көргүн неткенин, арасынан булардын 7-чү күнгө жеткенин. Чеге бала чорум деп, жеке менин жорум деп, жүрү козуга баралы, жүдөтпөй малды багалы. Козусун айдап коурап, тууну көздөй жоорап, баланын сөзүн сөздөшүп, бара жатат бул өкө, бадалды тоону көздөшүп, козусун балдар жыйыптыр, колуна чыбык алыптыр. Каршы алдынан бир бөрү, ошондо качырып чыга калыптыр. Карышкыр деп о бөрү деп, кабарым мурун укпаган, жашы жеткен 9га, карош үйдөн чыкпаган, көзүм Манас салганы, баса калып козунун куйругун жулуп алганы. Бул эмне шумдук деп, о көрүп айран калганы. Манас туруп кеп сурайт, 11-деги баладан бул эмне деп сурайт. О көрө салып Чегебай, атасынын көрү деп, оң атым мунун бөрү деп, кое берсе эркене, кете берет тоо жака, бу козунун баарын жеп. Чегебай айгай салганы,
кыйкырганың эмине кыңкытпегин дегеле мөбөрү болсо нетери деп карды тойсо нетери деп манас айтып салганы козуган убал болор деп баарын жесе капырдын карының араң толор деп бала чуркап калганы бара жаткан балага бөрү көзүн салганы кайрат кылды күркүрөп кайта качты чегебай кара бою дүркүрөп коркоксуң кайра качтың деп акылыңдан шаштың деп кужуруу кайна берманас кулагынан алайын өлбөгөн жерде калайын мунун атын бөрү дейби деп адамдын бөрү жейби деп кашына чуркап барганы көтөрүп алып козуну качып карышкыр кеткени чала ула куйруктап кууган менен жетпеди. Тогузунда коркпогон эрдигиң эмен эткени көтөргөн бойдон көк бөрү тоодон ашып кеткени токтобостон кубаалап капчалуулуу зор менен эгиз учкан бийик тоо менен карышкыр кирип кеткени козунун канын кубалап артынан манас жеткени жетип барып караса аттары бар канаттуу адамдан башка санаттуу армак бөөдө минишкен азөмдү тонду кийишкен бир үңкүрдө 40 киши бир өтөктө 40 киши чайдосто чай кайнаган дасторкону жайнаган албан түрдүү жемиштер оозго салып чайнаган аларды гана көрүп алганы жартысын жеген козусун жанына байлап салганы козусуң аман марап тур козуга манас карап тур жартысын жеп козунун көтөрүп алып кетти деп көрдүм эле көз менен бу козуга нетти деп көтөрүп келип козумду карышкыр кайда кетти деп кана карап турган адамдар айтыңарчы кетти деп бала минтип сурады көп көрүнө көзүмчө төгүлдү козу каны деп өлгөндөй болду жаны деп эми келип бу жерден эч бир жерде тагы жок ошо түрү көрдүм аны деп бала токтоп калганы баягы турган 40 адам балага көзүн салганы коркпой сөздү тыңда деп козуң турат мында деп балага сөздү салганы көрүп туруп берманас көңүлүң айран калганы кайтарган козум көп деди бир козумду көтөргөн көбөрүнүн түрүгө көктөдү козунун жарымын бөлдү эле ошо көзүмчө козуң өлдү элең ит сүрөттү тик кулак бир улат жерди бир чурап козума бөрү жеткени козумду зылган кылып көтөрүп качып кеткени төштө кырдан ашты эле жалгыз менден качты эле жаны чыгып шашты эле бөрү кайда кетти деп бөлөкчө кылба кетти деп бу сиздерге нетти деп кууп келдим бөрүнү бөрү качып сиздерге салган экен жөнүнү артынан кууп мен келдим адам болуп калыпсыз алып келип козумду аман байлап салыпсыз эң ар боорумуң бир бөлөк ушу кайдан келген калыксың көрдүңөрбү бөрүнү көрүнүп келсе сиздерге көрсөтүп кой жөнүнү адамдар анда кеп айтат аңдап көр балам деп айтат бөрү болгон биз деди бөлөкчө жансыз сиз деди Кызыр Ильяс деген бар сизди 40 күндөн бериңиз деди 40 жылтен деген биз деди козуну салган тиш деди анда мана суу кеп сурайт кандайлыктан адамдар карышкыр болдуң деп сурайт карышкыр болгон кайсыңыз кайсы экенин айтыңыз кана бөрү болчу көрөйүн көңүлүм анан бөлөйүн айткан насыятыңа анан кийин көнөйүн кандай жансыз билейин ошого барыңа кирейин ал сөздү бала салганы кызматта жүргөн 40 жылдын аткырып күлүп калганы бир силкинип бирөөбү көк бөрү боро калганы бирдө бөрү бирдө адам анык сонун экен деп көнүнө балаң алганы арчагынан чегебай бала келип калганы манас менен 40 жылдын баарына көзүн салганы маарап турган козуну аман көрүп ушуну айран азыр калганы аял уял сөзү жок 40 жылдын айтып салганы баланын аты чеге деп мындан кийин мунун атын чеге дебе деп кутман болор сага деп дартыңа болор даба деп кутуй болуп атанат куданын атын жаталат 39 жолдошуң алардын аты колдо деп олтурбайбыз бул жерде жүрөлүгенди жолдо деп кайып болду көзүнөн кыпындай неме калбады ошондо 40 кишинин өзүнөн эки бала энтелеп
қозысын алып жетелеп келді тоолун башына, көп қозының қашына. Жана көрген көп киши құп сүйлөдү мени деп, кутуй деди сени деп. Белги калбай жоолду, бекер эмес өздөрү, бек айбат экен сөздөрү. Колу тийди алардын, козусу болгон жок, коюшуну соёлу, этин жейли тоёлу. Ата эне сураса аларың айтпай коёлу. Акылдаша кес алышты, козуну союп алышты. Жагарынан оту жок, айран азыры калышты. Бу козуну сойдук деп, сойгон менен ушуну оттап албай койдук деп, жийип алды жыгашты. Ой сураттың отунду оттап албай отурду. Ошоңгуча болбоду, белине балта байланган. Ошондо 5 дана чаар айдаган, бир шал келип калганы, балдарга көзүн салган. О, кандай бейбаш баласың, бекеринен не үчүн козу союп саласың? Эне атаңа айтамын, айтып коюп кайтамын. Абышка жолго салганы, оттуу бар жанында, бастырарда абышка, бала тура калганы, ат жалынан алганы. Абышкам токтот бер деп, эң асылып бала калганы. Абышка жайын сурасаң, 6 ай тургут калмак, үтүгүнгө шоодойду, үтүрөйүп бугалмак, үксүңдөгөн куугалмак, от бербеди балага. 9 жашар баланын толуга чуу келгени, курдан кармап алганы, дара тартып алына, чалды жерге салганы. Чал жыгылды чалкадан, жүрөк боору үзүлүп, жүдөгөн чал өлөт деп, жанында кукутуби, жүрөп калдың аркадан. Чалдың көзү сүзүлүп, кур белинен үзүлүп, оттук менен бычагын кырам манас. Жаш бала чалдан тартып алганы, анда манас кайтат, ачуусу келип бек айтат. Чагып бер десем чакмакты, көрбөдүм сенде акмакты. Айтып берди, айтып барды ошпурга, ачуусу келип ушууга. Айдайсың танамал деди, алдың каткан чал деди. Айтып бар ошпурга, мага билгенин кылып сал деди. Сенин танаңдын бирин соёюн, тамашага коёюн. Аларсың Жакып байдан деп ачуулансам бир жолу, көчүрөм ушул жайдан деп, көз жеткен жердин баарына, көрбөдүм сендей айбан деп, айтып барым байыма. Талабыңа жет деди. Ошондо тарпын калбай өлсүн деп, чалаттанып кетти. Оттук бычак куруңуз, олжо бизге мунуңуз, оолок кетерте туруңуз. Бу абышка кеп сурайт, бурут кимдин баласы, жөнүн айтчы деп сурайт. Анда манас кеп айтат, ачуусу келип бек айтат. Аты жөнүм сурабай, ушуң аттангын чалым деп айтат. Коркондон чалым огомпоюп, аттанып алып зомпоюп, оттук курдан айрылып, ошпурду көздөй сумсайып, чалдын жөнүп кеткенин, эми балдардын көргүн эткенин. Сараймандын айыл экен, саламат экен атасы, 200 козу сугарып, козусун жайып чыгарып, кемир жек казып алыптыр. Бул өкөнүн кашына алар 4 бала келип калыптыр. 4 боюн теңешип, төмөндөн келет кеңешип. Бу коз оттоочу жереле, бир жагы токой череле. Чендетпейлик ченинне, келтирбейлик буларды. Коз оттоочу жерине, өкөнү койсо кыйлатып, езип жанчып кыйратып, үйлөрүнө барар деп, ушул жерге келиштен үмүтүн үзүп салар деп, короосуна барар деп, коркуп кетип калар деп. 4 бала келип калган. Аксакалы Айнакул жанындагы Кутмандын ошо төшүнө минип алганы. Төрөмган тер экен деп Чегебай көзүн салганы. 4 демек бир кыял оюна келип калганы. Айба чагара тургун деп, аны барып жаш манас жыга тартып салганы. Тура калып Манаска жуудурук коюп калганы. Башты көздөй туштады, Манас туруп муштады. Айнакул калба баштады. Манас башка койгондо баш үзүлүп таштады. 2 көзүн жаштады. Эстен танып далдайып, Айнакул калды шалдайып. Ойногонго нетти деп, эсиң кетти деп, ойлобостон айтасың, оозуңа келген кетти деп, өз кылганың өзүңө жетип келип баскыдай. Сенин не көрүндү көзүңө? Мунун айты бери Манас жакасынан сүйрөдү. Жаным чыгат кокуй деп жалынып бала сүйлөдү. Сыңганга окшойт башым деп, чыкты көздөн жашым деп, тура албады ордунан. Тур деп келип Манас
көтөрүп анын колунан. Урууга келген 3 бала ошо манастын кирди соңунан. Ошондо бирөө кармап солунан, бирөө кармап оңунан. Бирөө келип жабышып түшпөдү манас жонунан. Ачууланып манастын түгү түштү тонунан. Камтай кармап үчөөнү урду жерге колунан. Төртө бирде ыйлады, төгүп жашын тыйбады. Төрө мени дегин деп, козунун этин жегин деп төртөө манас сыйлады. Шишкебек кылып козуну жегин деди ушуну. Куйрук менен башыны кууп жедирди ушуну. Тойдун арбы кардыңар, кардың тоюп алган соң үйгөнө үчүн бардыңар. 6 бала чогулдук, нак ушу жерге жатабыз, ашык оюн атабыз. Анын айтып буманас козусун кошуп алганы, коркутуп антип салганы, балдардын баарын кетирбей огонуп жатып алганы. Түн ортосу болгондо кобуп алып буманас жана бир козу кармады, балдарына сойдурду. Баягы турган алтону шишкебекке тойдурду. Балдарды минтип майтарып, басып жүрөт уктабайт, козуларын кайтарып, сары карыптан чыгыптыр. Дагы кармап буманас бир козуну жыгыптыр. Эң ач болуп эртеңдеп, койготтуң эле баарысын, бешөө турду темтеңдеп, бачымыраак бышыры деп, манас шашаш энтеңдеп, шишкебегин сайышып, козуларын жайышып, 6 бала турушту, андай кылды жумушту. Айылдагынын баарысы көчө кеткен бер жака, ошо коз издешип курушту. Койдун баарын марашып, козу кайда кеткен деп, Байжакыптын баласы мына сүпкө жеткен деп, коктугырдан карашып, кеткен экен шумбалдар, айыл таппай адашып, ошпур айтып ошону атка минип алыптыр, айгайды кырга салыптыр. Саламаттын айылы саналары бузулуп, козусун үчүн кысылып. 4 балага уун эткен деп, адашып булары кеткен деп, кыргын арго кыйласын, карышкыры түпкө жеткен деп, аттуу жөлү болушуп, адырдан издеп тепеңдеп, алды эмне болду экен, аман тапсак экен деп, алар дагы санап жүр, аргоктуудан карап жүр, алмалуунун жылгада, алыс жерден караса, айдап алып козуну, 6 бөрү талап жүр. Кудай уруп коюптур. Ошо козунун көзүн оюп туруп, кырып жүрөт ана деп, кызы талак балдар гана деп, саламат айлы баарысы, Бужакыптын келет кыйкырып, кадош буру карысы, туш-тушунан сабалап, жетип келип караса, карышкыр түгүл ташта жок, бая балдардан башка жок. 10-15 жыйылып, чогулушуп турады, не кондуң арымында деп, жаш балдардан сурады. Бирегиң Ошпурбайдын малайы, ойрон кылды далайды, 3 козуну сойду деп, үйүбүзгө жибербей, конуп жат деп койду деп, балдар сөзүн салганы, байдын бирөө саламат, байкап туруп бу кебин айран азыр калганы. Конгонуң арытала деп, козуну өлүп сана деп, конгон жерин карады, сана деген саламат, жанында кыйла жамагат, эсен түгөл козусу, энди Ошпурга кеп айтат, эсебин ал козунун, коз эсебин алууга мен сенден мурун озундум. Саламат айтып салганы, кадоо менен Ошпурбий, козусун санап алганы, аман экен жууда деп, апкарышып жаш балдар, манас козу сойду деп, калп айтышып буалдар, козуларын бөлүштү, айдап кырып жүргөнүн алыстан алар көрүштү. Ошондо карыялар кеп айтат, бу кандай деп айтат. 6 бөрүң аралап жүрөт эле козуну, аны көрдүк ошону, келсек 6 бала деп, ары бериң ойлонуп, көңүлүм болду ала деп, алыстан бизге көрүнгөн, алып жулуп ыргыткан, ач бөрүлөр гана деп, акылдашты чалдары, айдап алып козусун, айылга барды балдары, айтор бир шумдук экен деп, алардан айран калганы, чал чогулуп турганда, баягы баян чоор калмак барганы. Ошпурбайга кеп айтат, таптырсың малайды, малайың кылар далайды, 9 бала экен, 30 окуу болчу жана экен, 10го чыккан бала экен, ойрон болчу жана экен, үрпөйгөндө кайраты, үрүстөндөй бар экен, 74 жашым деп, жерге кире таштады, серипкенинде башым деп, одарып аттан алды деп,
ойрон болор чагымда жанымдагы бир бала о жакшы жөлөп калды деп жалган деп мунумду тартып алды курумду он жактан осалды кучакты дарып тартып алды го ошо оңбогон бала бычакты алып бер малайыңдан деп бузук сүйлөп бурутум бычагын тартып алармын мен дагы далайыңдан деп баянчор айтып салганы бар болсоң алып берем деп ошпур жөнөп калганы жамыратып козуну жалдыратып көзүнү байкап турган ошпурдун балаң айткан сөзүнү о кандай курган баласың келгениң 8 күн болду калбаны мынча саласың карып калган калмактын үзүп турсуң курууну калмак келип турбайбы катуу салып сурууну ойноп алсаң бере кой оттук менен бычагын ушул бейлиң бар болсо сенин ойрон кылып бычамын бир огой манас балам деп мен дагы бер алам деп ошпурчал айта салганы одурайып бетине манас карап калганы мен көчө алдым жаңы олжо деп менин бербесимди болжо деп олжону берип боломбу ошентсе манас оңобу чал сүйүнөт чалдарга бөлүп берип койгомун жанымдагы балдарга бергин десең ошпурбай калаба салып көрөмүн калмагыңды өлтүрүп кунун байлап беремин ошо мунуң айтып жаш манас баян чорго жеткени айбатына тура албай атына камчы кеткени атынан кууп манасы ошоң аттууга жөө жетпедиң ошондо манаска ошпур бата албай батынып кебин айта албай курган кандай бала деп мени курутмакка Байжакып берген экен мага деп Байжакыпка барайын мунун баянын айтып салайын куу баладан кутулуп анан тынчып калайын аны ойлонуп ошпурбай Байжакып көздөй жөнөдү эртеси жок кечинде кечки даңгыр кезинде барды Жакып байына баланын барган жайына баг дөлөт менен чыйырды амандашты баарына балаң кандай жүрөт деп байбиче келди жанына ошондон аман эсен акыр деп билгенин кылып жатыр деп өзүңөрдөн кой багып мен бир жүргөн жакыр деп кой берсем оюңа козу менен коюңду түгөткөндөй такыр деп албасаңар болбос деп ал коюңдан койбос деп айдап коюм бөлдү деп аз күнү койсоң угасың ошоң ак сакала ошпор өлдү деп сөздүн айтып салганы андан билип байбиче Байжакыпка барганы кутулаң албай жүрсүңдү куйругун сыртка салышып Кудай бетин көрсөтпө ора жолдон алышып токтотуң албай жүрүштү жер кооруган көк калмак жетип Жакып барганы ал тузубун нетти деп жылкыны көздөй жылкыны кызыл май кылып эмне болуп кетти деп апыраңдабай барыңар айтыңарчы кепти деп Жакыпты көрүп желгени жылкычысы иманы ыйлап жашын тыйбады жанына жакын келгени башы көзү кан болуп манас турат таң болуп таркап манас турганы кимдин малы бу мал деп Байжакыптан сурады калмактар кандай урган деп бу жылкы мурун кайда турган деп эмне үчүн калмактар бу байкушту урган деп баласы сурай калганы чыдай албай Байжакып чынын айтып салганы балам биздин жылкы деп башы жогу мал куруусун баштатам мазак кылды деп алты зубуну калмагы кооруган экен жерин деп 30 байтал 5 аттан от майына бердим деп ошону да асынып кууп жылкым келди деп Жакып бай айта салганы Жакып байды көргөндө жарылдашып калмактар куршап келип калганы тегеректеп турсак деп тентегерек сүйлөсө Байжакыптын урсак деп урмак үчүн камын жеп кортук башчы кеп айтат кайнатам калдай деп айтат ачууланды кортук амилиң эш огдай деп анда манас сурады атеке бу эмне деген деп анда Жакып муну айтат айланайын балам деп анын несин сурайын аябай азап тартууга азыр турат бабаң деп оозуна Жакып алганы
оң қалмақтың біреуі озынып келіп жақыпты. Қоройға қамшы салғаны, башына қамшы жабылды. Тебетей шаңы қағылды. Тегеректі оң қалмақ Бай Жақыпқа жабылды. Атасын көріп жаш манас емін ұрышпаққа қамынды. О, жылқышысың иманы, жаш қайындан қиғаны, қайыннан қиып қатырған, қабығы менен жатқырған, қара болот тақтырған, имандын алды қолынан. Бай Жақып үйге келгенше, балеке шықты жолынан, қашырып кірді жаш манас, қалмақтардың соңынан. Уқұруқтың ұчын қармап алғаны, қалмақтың ортық башысын қашырып келіп жаш манас. Емі қақ төбеге салғаның, уқұруқ дейді башына, қан жауылды қашына, қалмақтың есің ағарып, қошы кетті қараса, уқұруқтың башына, бекем башқа чабылды, ме құруққа жабылды, ұлайым алу деп, қалмақтар естен жаңылды, аттан түшіп албайып, жер құшақтап далдайып, жолдош болған тоғызу қорқып тұрды шалдайып. Баласы құруқ алды деп, басшы болған қортықтың башын жара салды деп, баланы қармап алалық, башына шири салалық, үй алып барып қиынайлық, ал тозуын қалмақтың аяқ башын жинайлық, қанғайға бар салалық, Маңғұлдың барын алалық, Бай Жақыпқа түк қойбай, мұны талап кетіп қалалық. Қармайбыз деп қамынды. Ошонды қарап тұрған манасқа қайғайлашып жабылды. Уқұруғы қолында, ошының қара соңына, қармауы алмақ жеткені, қашырғанда қапырға, қарап тұрбай жаш манас, қарсылдашып кеткені. Чапқаны түшті чалқадан, ұрғаны түштің ұзындан, ұрышқан менен қалмақтар, аман қалбас ұшындан. Атасы Жақып ақырып, айланайын қойғын деп, ара чалап бақырып, 5 жылқычы бір бала, мен сінген қалмаққа, 5-6 осын қуалап, бел ашырды жапырып, бері тоқты балам деп, ошынды Бай Жақып та барат шақырып. Аролығы қалмаққа, айлына жақын қалыптыр, жалғыз емеме қант етті, арқасынан баланың, айғайды Жақып салыптыр. Атасының үнін ұққан соң, астындағы сұрбышты, оғызын тарты алыптыр. Өң артынан келіп қалыптыр, айланайын қаралдым, алдартыңды қарағын, қызырлы қырғыз елің жоқ, азыр қиналдық қылар елің жоқ, түмен қырғыз елің жоқ, тең-теңтік қылар елің жоқ, дегелешіп қалмаққа, тең айтышар кемің жоқ, балтыр етің тол елек, балбаншағың бұл өлек, жүрек етің тол елек, жүткінер чағың бұл өлек, қарағын айтқан сөзіңді, аңдап көрші құлуным, алдартыңда көр жоқ, ашып қара көзіңді, қанғайдан қалың қол келет, қарып қалған шағымда, ошо қара жанға зор келет. Алтайдан арбың қол келет, ақсақал болған шағымда азапты жанға зор келет. Қызыл жоқты көп ойрот, мені Қытай қайдан соғойот, қара жоқты көп ойрот, қалмақ қайдан соғойот, қара көзім ойот дейм. Қарып қалған атыңды қапырлар қармап сойот дейм. Ошо қара жаным сақ ұрман, беліме таңу қаралдым, сені дағы қоқыста, мерт таптырып қойот дейм. Өлбесең өчім маларсың, өліп қалсаң қаралдым, өксіп жатып қаларсың, кетпесем кегім аларсың, кетіп қалсаң құлуным, кеміп жатып қаларсың. Баштан ары бір салып, басшысын мұрын сойдың деп, башқалар не болды, балаға мен қойдың деп, чоқудан ары бір салып, чоңсынған сойдың деп, жолдоштор не болды, мені жобалонға қойдың деп. Жүргін қайра жөнөйлі, қалмақтарды көрелі. Қантыр екен қапырлар, ошо қаласа құным берелең. Бай Жақып қайра бастырды. О, баламанас ошонда кеп айтады. Аят еке ку деп айтады. Құрылай қорқтың тегеле, құн дегенің еміне. Анда Жақып кеп айтады. Құн деп санап малала, алмалына көмбесің. Бұғырған қырғыз таланат. Айбына санап малала. Айтқанына көмбесің, аз қырғыз мұнда таланат. Ақырында құлыным өлтірбей қойбойт өзіңді, ойбой көзіңді. Аңдап біл айтқан сөзімді,
баласы Манасқа айтат, Аятеке деп айтат, абалында қол салып, сізді келіп қамалап, ұрған қалмақ тұрбайбы, жалғыз жақа бұл берсіп, мені құдай ұрбайбы, қылыңға малың толып тұр, есебін ұқса матеке, 40 мың жылқың болып тұр, жылқычың иман ұғызды, жиылып тұрған жерімде, құлақа сөзін жұғызды, қалмақ өліп қалды деп, қаласаң алар малды деп, қайрат айтты иманың, қалмаққа қырғын саларда, қайтарып мені тыйғаның, расын айтсам сөзім бұл, ырысымды қиғаның, қорқып жүріп біреуден, мен оша қорғыды малды жибатым, жалынып жүріп біреуден, мен жайытқа малды жибатым. Арбытып ай жияйын, аманат жанға бір өлім намыс үшін қияйын, оғырығы қоңшы жияйын, қорсыды жанға бір өлім арбақ үшін қияйын. Сенің түнгімден болшы деп, түрбегін айтып қойшы деп, теңгімден болшы деп, теріп айтып қойшы деп, тегін бала сұрады. Телміріп жақып тұрады. О, түн бала сұрады. Емі түнеріп жақып тұрадың. О, балам ұрғын қырғыз түрік деп, өкімет қылып бабамыз, Қытайдың жұртын сүріп деп, аң айрылғанбыз ел жұрттан, арғайсыбыз ар жерде, аким болып жүріп деп, чоң атаң атын ойдып, қаратып тұрып қашқарды, қара шарға жеткенше, қанатаң ой башқарды, санатын алған сар қолды, аға самаған дұшман сап болды, орды ұлған оп oldu, даңның тоғын ойында, далай жұртын қоторды, соны ұры өлдім бойлығын, балам балаңын оғай тұшында, соғышқандар сойлығын, ұлау жақасын жері деген, ойротқы намыз бербеген, бізді құдай ұрғанда, ел қадырын біле албай, еңді кейін тұрғанда, есен қандың жарлығын, көріп қалды ошонды, билігенен бардығын, тартып алдың ошонды, Қытайлардың отарлығын, көріп қалды ошонды, башқа тоқтап тұрбаған, дүниенің қарлығын, есен қандың елінен, 700 мың қол келді, чап түшті талқалап, біз қаратқан көбелді, ендекей жатып езілдік, келебей жатып кесілдік, ошо байқабай жатып малындық, балам башыбыз торғу чалындық. Бір құдайға жанды қойғын деп, жаратқан деп жалындық, қырғынды Қытай салғаны, қилажан өліп қалғаны, Қытайдан қачып қилажан, балам Бағдатты көздөй барғаны. О, баштатан минтип чачыл, бабаңдын иштең арманы, Бұқарабыз бүгінді, башты құдай қармады, бай деген бір ағаң бар, ополды жердеп қалғаны, орозды деген ағаң бар, жайлайды деп ұғам алайды, Жақып деген өз атаң, жардылықтан жоқтықтан, мен де көрдім далайды, Үсен атты ағаңды, үмітің андан үзілді, Қытайдың қиян жағында, даңғырды жерде шекілді, бір жағында 40 күндік, қараңғы тоқой шер бар дейді, ал тоқойдың ішінде, аю жол бұрысқа olan, албан түрлі шер бар дейді, андан ары барғанда, қайып бағып бал қылған, қанша түрдің ел бар дейді, байқап тұрсам не түрді, барса келбес жер бар дейді, көп алыс жолғы барды дейді, көрген ұққан ел айтады, ел айтқанда нені айтады, көре албайсың деп айтады, Үсен атын жойды деп, аттары бұзық алардың, көз қаман деп қойды деп, ұлы көкчөгөз, ұлытпаға шондайсыз. Екіншісі чағалдай, адын елесін қалдық табалдай. О, үшіншісін ағалдай, үшкіремін баралдай. Төртіншісі дөрбелдей, ханым барған жері бір көрдей. Бешіншісі арвалдай, бердігері бір құдай, бендесін чачат арғандай. Алтыншысың бекебай. Аларды санап отырсам арман қылам бір далай. О, жетіншісі тоқтабай, мен алардың жанында, жерімде жатам жайма жай. Ноғой деген бабаңдың, инесі бар ері Шығай, Шығайдың ұлы жапақты, сары қол менен үш артта, жатат дедің ұшында. Жамыра тоды мал бағып, балам чачылған сенің туғаның, менің чамам о кетіп тұрғаным. Қаплет жерден өріліп, мұның қарғанда менің ұрғаным. Қан жақып айтып болғаны, қайшып бала толғанды, қайда кетіп қалды екен, бөрі болған 40 кеші,
қайда екен деп ойланды. Бекер емес еле деп белбелде қарап елеңдеп, Жақыпқа жоқ айта албай жаман жерден өлтіріп, иш қылдым деп шайтандай талаға көзін салғаны, қызыл байрақ көтерген 40 кіші шыға қалғаны, 40 кішіні көрген соң қиқырығы бас жарып, бала күліп қалғаны, баласы күліп тұрғаны, бай Жақып көзін салғаның, сүзгүнсіз болдың деп, не көріп о балам күлдің деп, өлтіріп бердің сойдың деп, өкінішке мені қойдың деп, Жақып бай о сөзге салғаны. Жақыпқа жоқ айтқанша жаурашып 40 жылды балаға келіп қалғаны, атасын бала білбеді, адамға көзін ілбеді, амандашып сөйлешіп танып қалған кішіні тамай көру ошоны. Өліп жатқан қалмақтың айтты қылған ішіне, атама таяқ салды деп, айдады қуып малды деп, өзіндей қылып мен дағы өтініп таяқ салдым деп, оқырық менен бір салсам ошентіп өліп қалды деп. Атам тұрат қайғырып ақыннан айрылып, жаш балаң айтып салғаны, бері бастыр балам деп 40 жылден сұрап қалғаны, қайғырбағын өзің деп, жұмбағын балам көзің деп, қай беренің 40 жылден балағаң айтып тұрып тұр, бала көзін жұмып тұр, алдартына қараса көз жеткен жердің барында жарығы тер ай деді, аның айтып шілтендер ашқын деді көзіңді. Көзім мана сашып тұр, көрсе жақы атасы ошо үйін көздей қачып тұр. Жылқычы башы иманы, жылқының айдауы жиғаны, қайып болды 40 жылден қарасақ талада, қайғырып бала илады, қара жашын тыйбады, қардық түшіп башына, атекем қайда кетті деп, мен аны таладан еттім деп, қызыл байрақ 40 адам қылшайбай қайып болды деп, ен тала ермечөл